الشهيد 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 Куәгер, барлық нәрсеге куә болушы. Расында Алла әрбір нәрсеге куәгер. Егер жұбайы немесе балалары айтқанға көнбейтін болғанда, күйеуі не әкесі оның маңдайына қолын қойып, осы көркем есімді 21 мәрте қайталап, оған дем салса, иншалла мінез құлқы, қылығы жақсаратын болады. الحق 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 Ақиқат, хақ. Патша әрі хақ Алла бәрінен биік. Егер бір кісінің туысы жоғалып кетсе, не ұрланғанда осы көркем есімді 4 бұрышты қағаздың 4 бұрышына жазып, таң намазын оқудан бұрын сол қағазды алақанына қойып дұға тілегін оқыса, иншалла жоғалған адам не зат қайтып келеді. Алла білуші. الوكيل 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 Қамқор, уәкілдік етуші. Алла әрбір нәрсенің жаратушысы, әрі ол әрбір нәрсенің өкілі, қамқоры. Кімде-кім қауіп-қатерден, бақытсыздықтан қорқса, осы көркем есімді көп мәрте қайталасын. Сонда Алла қаласа қауіпсіз болады. Сондай-ақ су, өрт сияқты тілсіз жаудан сескенген жанда осы есімді көп мәрте қайталаса, амандықта болады. Иншалла, Алла білуші. القوي 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 Қуатты, күшті. Шындығында Раббың ол күшті әрі үстем. Залымдар тарапынан сүргінге, жәбірге душар болған жан осы көркем есімді көп мәрте қайталаса, Құдай қаласа дұшпаны жеңіліп, жағдайы жақсарады. Алайда бұл тәсілді шарасыз жағдайда қолданған абзал. المتين 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 Өте берік, мықты. Шындығында Алла ол рызықтандырушы, күш-қуаттың мықты иесі. Осы көркем есімді көп қайталаған адам басына тап болған бәле-жаладан құтылады. Сонымен бірге кеудесінен сүт шықпаған келіншек осы көркем есім жазылған парақ салынып, езілген суды ішсе, иншалла кеудесіне сүт келеді. الولي 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 Дос, жанашыр. Алла иман келтіргендердің жанашыры. Осы көркем есімді көп қайталаған жанның рухани байлығы, тақуалығы артады. Ал кімнің жұбайының мінез құлқы нашар болса, оның қасына отырған кезде осы көркем есімді көп рет қайталауы керек. Алла қаласа мінез құлқы жақсарады. الحميد 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 Мақтаулы. Алланың бай һәм мақтаулы екендігін білдіңдер. Осы көркем есімді 45 күн бойы оңаша күйде 93 мәртеден қайталаған жанның жаман әдеттері жақсы әдеттерге алмасады. Сондай-ақ бұл есімді көп қайталаушы адам сүйкімді әрі құрметті жанға айналады. المحصي 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 Бәрін есептеуші. Ол күні Алла олардың барлығын тірілтіп, істеген әрбір нәрселерінен хабар береді. Алла оның бәрін есептеген, ал олар ұмытқанды. Расында Алла әрбір нәрсеге куәгер. Осы көркем есімді күніне 20 реттен қайталап, жеті асына 20 рет дем салған адамға иншалла барлық жан жәрдемші болады. المبدئ 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 Бастаушы.
Осы бір көркем есімді жұбайының түсік тастамауы не мезгілінен бұрын босанбауы үшін күйеуі таң намазының алдыңғы сәресі уақытында оның ішінің үстіне қолын қойып, осы көркем есімді шынайы ықыласпен 99 мәрте қайталаса, иншалла еш қауіп-қатер орын алмайды. المعيد 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 Қайтарушы. Расында ол бастайды әрі қайтарады. Егер бір адам жоғалып кетсе, үйдегі кісілер ұйықтап жатқанда осы көркем есімді шын ықыласпен 70 мәрте қайталап, үйдің бұрыштарына дем салу керек. Сонда иншалла 7 күн ішінде жоғалған адам қайтып оралады, немесе одан бір хабар болады.